Так, бұл 8-ші сабақтың ізі. 8-ші сабақтың екінші часті. Так, давам етеміз. Енді теректі істеп көрсетемін. Оны істеу үшін бірінші цилиндр шығарамыз. Так, цилиндрді мына шекке әкеліп қоямын. X себіп қоямын. Так. Ең бірінші болып, цилиндрдің настройкасын дұрыстап алу керек еді. Қазір біз көретін болсақ, мына цилиндрдің жүздері слишком көп. Ал мына суретте мынаның жүзі аз. Соның үшін цилиндрді өшіріп тастаймын. Тазадан цилиндр шығарамыз. Қазір шығаратын болсам, мына цилиндр көрінбей қалады. Астан көрсетіп болады екен. Цилиндр шығарған кезде осындай настройка шығады. Егер объектті шығарып болып былай қозғалтып қойсаңыз, өзгертіп қойсаңыз, размерін айландырып, настройкасы жоқ болып кетеді. Соның үшін объект шығарған кезде ең бірінші болып тимей тұрып, сөйті настройкасын дұрыстап алу керек. Так, мына жерден verticals'ты азайтып қоямын былай. Примерно 7-ге қояды екен, 7 нормально. Енді кубикті цилиндрді мына жерге қоюым керек. G былай қойсам болады. Жоғарыдан қарап, G точка. Размерін күшейтуім керек. Так, төбелі қоямын мына жерге. Болды. Так, енді edit модтан размерін күшейтемін былай. S, E деп дальше шығарамын ізін. G, E, S. Мына жерін талап, S. Болды. Енді мына шақасын істеу үшін сол жерді талап bevel қою керек. Ctrl-B. Осындай bevel шығардым. Енді былай шығарсақ болады. Ені басып. E, S. Шеттен қараймын былай өзім. G, E. Rotate, R. E. Болды. Енді аппетам сөйтіп шығарамын. E. S. E. G. R. S. Осындай қойып аламын. Қайта ені басамын. Шақасы дайын болды. Енді жапырақтарын саламыз. Оны соғу үшін айкосфера шығарамыз. Ең бірінші болып, мына курсорды теректің жоғарысына қойып алу керек. Теректің точкасына. Теректі талдап, Shift S курсор to selected. Енді айкосфераны шығарамын. Айкосфера. UV сфера емес, сразу айкосфера шығарамыз. Себебі мына жерде формасы басқаша. Айкосфера шығардық. Сразу настройкасы егер көп болып тұрған болса, соны азайтамыз бұлай. Subdivisions'ты азайтамыз. Екті тұрса нормально екен. Енді жоғары көтеріп қоямын. Размерін кішірейтіп. Енді бұндай формасын терекке ұқсату үшін edit модтан таза инструментті пайдаланамыз. Қосымша инструмент ол proportional editing деген. Вот осы жерде қосымша инструмент. Сосын қосып қоямыз. Ол не қылады? Стрелкасына өшіріп көрсетіп қойын. Бұлай edge'ді таласың, vertex таласаңыз, деп қимылатсаңыз, тек өзі қимылдайды. Басқа вертекстер қимылдамайды. Енді proportional editingді қосып қойсам, ол басқа жақын
осы домалақ ішіндегі бәрі вертекстерді қимылдатады. Осы радиусты былай домалақты азайтып қойсам, радиусын осы домалақтың ішіндегі заттар қимылдайды тек. Яғни бұл домалақ тәсір ету күші қанша домалақ үлкен болған сайын сонша көп вертекске тәсір етеді. Оның размерін мишканың ортасыменен өзгерте аласыз. Бұлай үлкейтіп қойсам, әммесі қозғалады. Кішійтіп қойсам, тек ортасында қозғалады. Примерно осындай қоямын, средний қылып, сөйтіп суреттегідей қылып, теректің формасын шығарып аламын. Ұстап тұрған жеріңізден үлкейтсеңіз болады былай. Бұл сондай болып тұру керек. Теректің формасы сондай ортасы ашық болып тұру керек. Екі жері. Енді терек дайын. Енді мына шөптерді істейміз. Үйдің шетіндегі шөптерді. Онан осы теректің жапырағын істегендей қылып істейміз. Ең бірінші болып курсорды мына жерге қойып алуым керек. Үйдің edit модына өтіп, осы жерді талаймын. Сөйтіп Shift S курсор to selected. Мына жерге апарып қойылды курсор. Енді тазадан icon сфера шығарамыз. Сразу настройкасын түзеулеп аламын. Өзгеріс кіртпестен бұрын. Мына жерден subdivisions'ты бірге қоюым керек. Енді размерін өзгертсем болады. Мына жерге қойып S, G, X, G, Y. Сөй қойман. Аксармен қауып. Размерін кішійтіп, мына жерге Shift-ті қасына қайта бірін қойман. Shift-ті жеребін қойман. Shift-ті. Shift-ті. Егер мұндай заборла былай қарауға мешат берсе, оларды уақытынша өшіріп тұруға болады. Бұл үшін талаймын заборды, сөйтіп, мына жерде аутлайнер керек. Тазадан былай айна ашамын. Жерде аутлайнер список. Осы жерден сол заборды таласам, мына жерден шығады. Былай деп шықпай жатса, мишканың курсорды, мишканың өзін назатын мына жерге апарасыз. Сөйтіп точканы басып жібересіз. Тауып береді мына жерден. Осы жерден көздің суретін былай басып қойсам, өшіріп қоюға болады уақытынша. Көзді жұмдым, өшіріп тұтты уақытынша. Кейін керек кезде қайтарып қоямын апаратын былай. Өшіріп қоямын. Мынаны өшіріп қоямын, екеуін. Енді шеттен қарап қойып аламыз. Бұлардың қазір формасының бәрі бірдей болып қалды, формалары. Осына мындай басқаша қылу үшін, әммесін әртүрлі қылу үшін теректің жапырағын істегенде істейміз. Edit модқа өтіп, бұлай қозғап көреміз әр жаққа. Төмен. Әртүрлі қоямыз. Главный бір-біріне ұқсамай, шөптің формасында өтіп береді. Қазір менікі тасқа ұқсап қалды, бірақ кейін цвет берсек, шөпке ұқсап болады. Болды. Обратно орнына қайтарамын. Енді мына жердегі үйдің астындағы
назад істейміз. Оны үстіден істесек болады. Навесте. Shift D копиясын шығарамын, орнына қайтарып төменге түсіремін. G, Z. Төменге түсіріп, G, Y. Жер қойым. S, X. Жазбайым, кішті кішійтіп, S, Z. S, Y. Бұлай қойым. Бұл. Жазбайым, сәт үлгейтемін. Эдитботта қарап бұлай үлгеті жағайладым. Бірақ талап көтерсем, вообще бәрі көтеріліп кетті. Себебі бұл жерде қазір мысалы proportional editing қосылып тұрыпты. Осыны керек емес кезде өшіріп қоясыз. Себебі сондай проблема болады. Азайтып қойып көтерсеңіз да бірге кетіп қалып, бірге көтеріледі. Ол үшін майда қылып, кіттай қылып қою керек, сонда тек өзі жүреді екен. Бірақ қазірше оны өшіріп қоямыз. G, Z. Бұлай көтеріп қойып. Біздің үй сәл көтеріліп тұрғандай жоғарыға. Полдың өзін, жердің өзін ұстап тұрып, жоғарыға қоямын. Қараңыз, мына жерде біздің үйдің фундаменті жерге тимей тұрыпты. Сол үшін жерді ұстап, G, Z жоғары көтеріп қоямын. Болды. Есет қылмайды, тұра берсін. Енді Шына біздің заборлардың төменіп көтті. Артқа айтамын. Ctrl-Z, Z. Үйдің өзін төмен түсіріп қоямын. Үйдің бәрі элементін талдау керек. Shift ұстап тұрып, бұлай талаймын. Бір қимат көремін. Бәрі таланған екен. Тек кирпич талынбай қалған. Сол әмесінің қара болмасаңыз, кейін орлары басқаша өзгеріп кетеді. Сіздер ойлағандай болып шықпай қалады. Бұлай қимат көресіз. Талап болды. Енді соның бәрін төменге түсіру керек. G, Z. Болды. Енді әме модельдерді қылып болдық. Мына жерден жол соғу керек екен. Оны прямо жердің edit модына өтіп, лукат қоямыз. Ctrl-R. Ортасына бір лукат қоямын. Енді ұсына Ctrl-B. Бұлай шығарамын. Есікке теңдестіріп қоямын бұлай. Оны қазір объем бермейміз. Оны цветін отдельно басқаша қоямыз. Қазір просто объем бермейміз. Ойып шығармаймыз. Ойып шығарсақ басқаша бір түрлі болады. Соның үшін просто суреттегілер алып, тек цветін өзетіп қоямыз. Суреттен объем жоқ, саясы жоқ шеттерінде. Енді әмемеде соқ болып, тек біздерге үйге bevel беру керек. Енді талаймын, шифрді bevel беремін. Modifiers, add modifier, generate bevel. Берілді. Егер bevel ошибка дұрыс берілмей жатқан болса, жерден N-ді басып, itemнің ішінде scale'ын көрің. Егер scale әмесі бір болмай тұрған болса, object'ке өтіп, apply scale басыңыз. Сонда модификатор дұрыс істейді. Любой модификатор сол scale дұрыс болу керек. Бұлай дұрыстап қоямын. Мынаған bevel беру керек. Add modifiers, generate bevel. Үйдің несі алды бетімен өзі қалған жағы отдельно тұтты. Соларды бір объект қылу керек. Екеуін деп талаймын shiftпен. Екеуі таланды. Енді Ctrl-G бір объект қылу. Енді оған bevel беріп көреміз. Bevel
bevel durs istemiyor tuttu. En scale beri durus, biroq sonda da durs istemiyor tuttu. Bevel tekla esikке ta'sir etib turibdi, biroq mana qirlarına ta'sir etmay turibdi. Napatga ta'sir etib turibdi biroq. Onun sebebi, bu yerda bizlar bo'lak obyektni qo'shgandan keyin edit modda u bayram отдельно bo'lib turibdi. L2 olsam отдельно bo'lib turadi. L2 olsam отдельно bo'lib turibdi. Takiga unday bo'lib tursa, hammasini tanlab m by distance qilsak bo'ladi. Sonda da shunday bo'lib turibdi. Bu yerda qo'shmay turibman. Yani sonda boshqa yo'l bilan ko'ramiz. Bevel'da tuşlayman. Ctrl J qaytaman. Ctrl Z. Так, на жерде қазір мен случайно қосып алдым. Оны қоссақ, мына жерде bevel шықпайды екен. Себебі мына жер отдельно болып тұрды. Соның үшін жаңағыдай қайтадан ажыратып аламын. Мына жерде P selection. Сәл осындай болып ажыратып тұрған болуы мүмкін. Осындай есікпен бірге қосылып тұрып. Сәл осындай болып тұрған болуы мүмкін. Или даже если отдельно болып тұрған болуы мүмкін. Так, ең главный, мынаны өшіп тастау керек. Осы жерде. Былай. Есіктен басқа осы фейстердің бәрін өшіп тастаймыз деп табылады. X faces. Бәрін өшіп тастадым. Енді үйдің өзін талап, edit modқа өтіп, мына жерде жамап қою керек. Яғни қырларын талап, мен қырын талладым. Былай қозғалтып көремін. Таллаған екенін көру үшін. Мына жер талланған, сосын талап болып, F басымын толтырады. Енді қарап, мына жерде bevel нормально болып берілді. Мына жерде дұрыстап көрсем болады. Так көрсеме қарап. Қырларды таллап алдым. Егер айна жауып тұрған болса, слэшті басып өтіп алсаңыз болады отдельный режимде. Сөйтіп талдайсыз былай. Мен қырын талладым, сөйтіп F бастым. Мына жер толтырып бердім. Енді объект бір-біріне қосылып тұрды, соның үшін bevel жақсы істеп тұрды. Bevel деп қоямын. Слэшті басып апарат отырды. Есігіміз отдельно болды. Есік отдельно, навес отдельно, ұстағыш отдельно. Айнада отдельно. Бұлардың бәрін бір-біріне қосып жібереміз. Қазір бірінші bevel дұрыс жазылған айтқан. Енді ғана bevel беру керек. Қарап, bevel дұрыс істемей тұрды. Себебі аспектісінде, то есть транспортында scale қате болып тұрды. Оны дұрыстау үшін object apply scale. Енді істеп көремін. Енді дұрыс нормально істеп тұрды. Навеске да bevel береміз. Generate bevel деп көремін. Scale дұрыс. Aynaға да bevel беру керек. Scale дұрыс. Scale қате екен. Scale дұрыстап жүремін. Object apply scale. Кирпичтерге bevel береміз. Үш кирпичті талап, ақыры болып, мына bevel бар объект талайман. Ақыры болып талған объект мындай оранжевый болып тұрады. Енді Ctrl L-ді басаман, осы жерден copy modifiers.
Сонда мына навестің левелі осыларға беріліп кетті автоматически. Так, қайсы объектке левел берсек болды. Так, мына заборларға левел беру шарт емес. В принципе, методқа үйдің жеріне левел беріп болды. Так, әмесін бір объект қазір қылмаймыз. Сөйтіп тұра берсін. Кейін бояғанда ансықлау болады. Так. Енді мына астындағы нені салған. Су алсаған көк цвет жерде. Ең бірінші мына курсорды центр қайтарамын мына жерге. Shift S cursor to world origin. Қайтты. Енді таза объект қосамын. Қойын. Размерін үлкейтіп қоямын былай. Шеттен қарап көрсем болады. Жоғарылап көтеріп қойып керек екен. Так, уже 21 минут болды. Кейінгі сабақта цвет беріп қоямыз. Бірақ цветті өзіңіз берсеңіз де болады. В принципе, уже білесіз. Бірақ сонда да өзім кейінгі сабақта цвет беріп рендер қылып көрсетемін. Қош сау болыңыз.